Сәлеметсіздер ме? Бүгін Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 78 жыл толып отыр. Және осы мерекені атап өту, есте сақтау әрбір ұрпақтың парызы. Және де өз парызымызды өтеу ретінде біздің 9-шы В сынып оқушыларынан шағын видеороликті қабылдаңыздар. Бұл жылдары жүрегі отаным деп соққан әр азамат барынша күресе білді. Әрбір азамат өз отанына деген антын орындап шықты. Олай болса, сұрапыл соғыс және елін жерін қорғаған майдангерлер туралы өлең жолдарын тыңдау үшін келесі оқушыларға сөз берейік. Жеңіз жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп, тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ержүрек. Ел азамат ерте өлуге зәруме, оған қымбат өмір сүру арумен. Бүгін бізді қорқыту мүмкін бе, неше түрлі жан түршігер қарумен. Ешкімде, ештеңе де ұмытылмайды деген қағиданы ұстана отырып, жас ұрпақты тарихымызды тереңнен таныту үшін жасаған шағын видеоролигімізді көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. 9 мамыр жеңіс күні!